Енді келесі тоқталатын мәселе жындар. Жындар أجسام لطيفة نارية قادرة على التشكيل بأشكال الحسنة وقبيحة. Енді жындар ол сондай оттан жарылатын, латифа деп арабша айтады. Ол нәрсесі қолға ұсталмайтын нәрсе, ауа сияқты нәрсе ол. Сондай оттан жаралған нәрсе екен. Біз періштелер не деп айттық? Періштелер тек қана жақсы көрініске кіреді екен. Ал жындар болатын болса, жақсы көрініске де кіреді екен, жаман көрініске де кіреді екен. Ол мысық болып көрінуі мүмкін, ит болып көрінуі мүмкін, әртүрлі. Біз періштелер айттық, періштелерге суреті, түрі мынандай деп бекіте алмайды екенбіз, періштелердің түрі. Ал жындарға олардың түрі белгілі екен. Оларды мысалы көп адам көре бермейді, бірақ Алла Тағала сондай нәсіп еткен тақуа адамдар көреді екен. Олар тіпті осы араб елдерінде сондай үлкен атақты шейхтер бар. Олардың сабақтарына пәленбай мыңдаған жындар келіп сабақтарына қатысады. Олар біз сияқты, біз топырақтан жаралып, ет пен сүйекке айналдық қой. Олар оттан жаралған болса, олар да сондай не? Ет пен сүйек. Олар яғни ішеді, жейді, көбейеді. Еркегі бар, ұрғашысы бар оларда. لهم قدرة عظيمة على الأفعال العجيبة وأعمال الشاقة وهم مكلفون من حين خلقة. Енді олар дейді, адамның санасына кірмейтін, яғни сондай таңғаларлық істерді істей алады екен. Ол сондай шамасы келеді екен, бір демде жерді бір айналып шыққанға. Сондай нәрселерді істей алады екен. Ал бірақ біз қалай жаратылдық, дүниеге келдік, балағатқа толдық, біз не болды? Бізге намаз, ораза жүктелінетіндей, оларға да сондай екен. Оларға да балағат толды ма, оларға да не істейді екен? Оларға да пайғамбарға иман келтіру, Аллах Тағалаға иман келтіруге олар жүктеледі екен. Енді وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نَبِيًّا пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға не? Пайғамбар болып жіберілді. Яғни пайғамбарлардың ішіндегі пайғамбарымыздың ерекшелігі ол жын мен адам. Адам баласына түгел жіберілсе, пайғамбарымыз жынға да жіберді. Ол не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Каабаның қасында намаз оқып тұрған уақытта, бір топ намаз оқып, кешкі намаз болса керек, дауыстап оқып тұрған уақытта өтіп баратқан бір топ жын Құранды естіп келіп, несін? Пайғамбарымызға иман келтіреді. Нерде Аллах Тағала Құран кәрім Джин сүресінде «Құл ухия илайя аннаху истама'a нафару минал джинни, қалу инна сами'на Құр'анан ажиба». Аллах Тағала Құран кәрім Джин сүресінде айтты. Пайғамбарымызға айтты, айт, Мұхаммад, маған уахи берілді. Қандай уахи? Бір топ жын не істеді? Өтіп бара жатып Құранды естіді. Олар не деп айтты? Инна сами'на Құр'анан ажаба. Біз Құранды естідік. Сондай таңғаларлық Құранды естідік. Яхди, енді олар бір-бірінің арасында әңгімесі ғой. Яхди илар рушди фааманна бихи валан нушрик би раббина ахада. Ол Құран не істейді екен? Ол Құран бізді тура жолға бастайтын. Және біз оған аманна бихи иман келтірдік. Аллах Тағалаға еш уақытта серік қоспаймыз деп пайғамбарымызбен сөйлесіп, пайғамбарымызға иман келтіріп, олар өздерінің қауымына дінді жеткізуге кеткен. Әзіргі күнде де қажылыққа барған адамдар болса біледі, Каабаның анау Арафатқа кетіп бара жатқан жолында жын мешіті бар әлі күнге дейін. Сол жерге ол пайғамбарымыз сол жерде кездескен, әлі күнге дейін келіп жындар сол жерде намаз оқиды. Енді ол жындардың ішінде мұсылмандар бар екен, кәпір бар екен. Жаңағындай момыны бар екен, яғни жамандықтан тыйылып жүретіндері бар екен, күнәһарлары бар екен. Ішеді екен, жейді екен,
некелеселеді екен, ұрпақ көреді екен. Ал бірақ олардың ішінде тамақ ішпейтіндер де болады екен. Енді олардың бар екендігіне Құран кәрімнің аяттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистері нақты дәлел бар. Ол ненің? Жындардың бар екендігіне иман келтіру ол уәжіп болып саналады. Кімде-кім жындардың бар екенін жоққа шығаратын болса, ол діннен шығады. Оған өйткені нақты кескен аяттар бар екен. Аллах Тағала Ахқаф сүресінде айтты: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Пайғамбарымыз Аллах Тағала айтып жатыр Құранда: саған біз нені? Бір топ жынды жібердік. Олар Құранды естіп, саған فَلَمَّا حَضَرُوهُ келген уақытта олар не деді? قَالُوا أَنصِتُوا тынышталыңдар. Құранды естіді ғой. Фәләммә қудия, пайғамбарымызға иман келтіріп мәселе шешілген уақытта уәлләу иля қаумихим, қауымына қайтты. Не деп? Мунзирин, қауымына барып, сол қауымын осы діннің келгендігі жайлы ескертумен кетті дейді. Қандай ескерту? Қалу я қаумана инна сами'на китабан унзила мин баъди Муса. Мусадан кейін түсірілген кітапты көрдік. Ол не? Ол Құран. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ол кітап нені? Бәрімізді тура жолға бастады. Я қаумана ажибу да'i Аллахи ва амину бихи яғфир лакум мин зунубикум ва южиркум мин азабин алим. Олар өзінің қауымына барғанда айтты: ей қауымымыз, Аллах Тағаланың шақыруына жауап беріңдер, күнәләрін кешіледі. Не? Аллах Тағала сендерді иман келтірсеңдер дозақ отынан сақтайды деген аяттар бар екен. Сондықтан жәннаттың бар екендігіне, дозақтың бар екендігінде, жәннат әзіргі күнде жаралған екен, бар екен, дозақта әзіргі күнде бар жаралған екендігіне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Исра Ми'ражда ол жәннат пен дозақты бәрін көріп келгендігіне, бәрін соның нәрсенің бәріне иман келтіру бізге міндетті, уәжіп болып саналады екен. Және де періштелердің бар екендігіне, ол періштелер Аллах Тағаланың әмірін орындауға жаратылған екенін, және де олар еркекке ұрғашыға ешқан бөлмейді екенін, ішпейді, жемейтіндігіне, және жындар бар екендігіне, олар жындар ішеді екен, жейді екен, үйленеді екен, оның еркегі бар екен, ұрғашысы бар екен, сол нәрселердің бәріне бар екендігіне сену бізге міндетті болып саналады екен. Әзіргі күнде адамдар көп таза жүрмегендіктен, Аллах Тағаланың ғафлетте, Аллах Тағаланың көп дәріптемегендіктен, сондай не бұзғыншылық көбейгендіктен әзіргі уақытта сондай жын тиген адамдар болады. Ол жындар біздің ислам ғалымдар айтты, ауру екі түрлі болады деді. Тән ауру болады, жан ауру болады. Тән ауруы біреу соқыршек болса, ол не дейді? Оны больницаға апарып емдеу керек, операция жасап. Ал екінші ауру бар, ол не? Ол жан ауруы дейді. Ол жан ауруы деген сөз не? Ол шошып қалуы мүмкін. Бізді кішкентай күнімізде айтатын еді, мына күлге дәрет сындырма, жаңағы не? Есік алдыңа кірдің, суын төкпе, осыны сон нәрселердің бәрі. Сөйтсе, сондай күл тұрған жерде, сондай әртүрлі малдың сүйегі жатқан жерлерде, сол жерлерде жындар өмір сүреді екен. Бұл жындар көбінесе сол бос үйлерде, сондай нәрселерде өмір сүреді. Кейде байқамай бір адамға жын кіріп кеткен екен. Қаланың үйлерінде, білесіздер, көбінесе дәретхана іште болады ғой. Біреу ыдысты жуып жатты да, қайнақ суды дәретхананың ішіне шашып. Сөйтсе, соның ішінде, дәретхананың ішінде жынның баласы тұр екен, күйіп қалған.
ол жынның шешесі ашуланып ол адамға кіріп алған. Оны апарып больницаға барып тексертеді, таба алмайды ауруды. Ары тексереді, бері тексереді, УЗИ-ға салады. Сөйтіп апарып жаңағы мықты оқитын, Құранмен ем салатын шейхқа барса, Құран оқытса, жаңа сөйлеп шыға келген. Неге кіріп алдың бұған десе, бұл менің дәретханада тұрған балама ыстық су шашып күйдіріп тастады. Сен неге кірдің ол жерге? Сондай ол не? Сол мәселелерде көп адамдар, куә болған адамдар бар. Және ол жындар, яғни біз одан қалай қорқатын болсақ, олар бізден солай қорқады. Сондықтан әр уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай нәрсені істесең не деп айтты? Бисмилля деп айтты. Бисмилля деп Аллахың аты шықты ма, ол жоқ. Үйіңе кірген уақытта да, есіктен аттап кірген уақытта ассаламу алейкум деп кіру керек екен. Сен есіктен аттап, үйде ешкім жоқ болса да, ассаламу алейкум деп есіктен аттап, табалдырықтан аттап кірдің ба, жындар айтады екен, бүгін бұл үйге қонуға бізге орын жоқ дейді. Ал егер сен айтпай кіріп қалдың ба, адракнал мабит дейді. Біз қонатын үй таптық дейді. Сондықтан кешке жақын жақсылап дәретті алып, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой, Ихлас, Фалақ, Нас аяттыл күрсиді оқып, қолыңа үрлеп, денеңе түгел сипап, бисмилля деп көрпеңді ашып жататын болсаң, саған өлуге тыныш жатасың. Сондықтан сол сабақтың қорытындысында әзіргі уақытта кейбір адамдар, сол жынға бар екендігіне сенбейтін адамдар, ол медицина оны таба алмайды, ол ауруды. Таба алмағандықтан оны аппаратта не істейді? Ол анау уколды салады да салып, адам нервісін өлтіріп тастайды. Нервісін өлтіріп тастаған уақытта жын жүйкеге әсер ете алмай қалады. Әсер ете алмағаннан кейін ол біраз тыныш болып қалады. Уколдың күші кеткен уақытта қайтадан құтыра бастайды. Өйткені ол не? Ол жын адамның жүйкесіне әсер етеді. Жын адамның кіріп, миына отырып алады екен әр жеріне. Сондықтан ол не? Біз намазымыз, дәретімізді алып, туалетке кірген кезде, дәретханаға кірген уақытта оның дұғасы бар, үйге кіргенде оның дұғасы бар, үйден шығарда дұғасы бар. Соның бәрін жаңағы айтып жүретін болсақ, балаларымызға кешкісін балағатқа толғанша Ихлас, Фалақ сүресін аяттыл күрсиді оқып, сөйтіп дем салып жатқызып жүретін болсақ, иншалла барлық неден жамандықтан ұзақ боламыз. Сондықтан иншалла Аллах Тағала бәрімізді осы жиналып отырған, сабаққа жиналып отырған бәрімізді Аллах Тағала сауаптан жазсын. Иншалла естігендерімізді өзіме және бәрімізге аман етуді нәсіп етсін. Иншалла бұл дүниеде, ақиретте де Аллах Тағаланың рахматына, пайғамбарымыздың шапағатына ие болатын бейнелерін қыл. Субханаллахи бихамдик, субханаллах.